Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Мінекей оператор жоқ, енді сондықтан Грузияда көліктердің бағаларын өздеріміз түсіріп жатырмыз. Лайктарыңызды басып тіркеліп кетіңіздер, кім тіркелмеген болса подписаться деген қызыл мәзірді басып кетіңіздер. Әрине, енді тамаша канал ғой, Грузиядағы көліктердің бағаларын көресіздер. Қазақстанда жатып, сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл түсірілімде барлық Тойоталардың бағаларын түсіруге тырыстым. Енді 70-тік, 60-тық, 50-лік сол жақтағы тұрған бағаларды көресіздер, тамашалайсыздар. Және де мүмкіндік болса WhatsApp-қа бөлісіп кетіңіздер. Так, достар, мінекей 50-тік аппақ тұс 10900, 2016 жылғы 2/5 SE комплектация. Осылардың енді бағасы 11-12 мың доллар жақсылары. Мүмкін одан да көп болуы мүмкін. Историясына, жағдайына қарай ғой, әрине. Іші қара екен мынаның. Осында сұрап жатқандар көп. 55-тік. Удар нормальный болған, айырбаг ашылған. 3/5-тің несі тұр? 9300 доллар дейді осы жерде. 2014 жылы 2/5 люк бар. SE комплектация, мынандай партактар бар, бірақ қара. Сондай нәрселер болса ұнамайды да уже адамға. Бірақ түс әдемі екен, кәдімгі жалтырап тұр. 50-ліктің бағасы. Ал мына қара 9200 дейді, 2/5 13 жылғы. Мынау 45-тік па? 6700 доллар дейді. Жағдай онша емес сияқты. Мынау 8500 дейді. 12 жылғы 2/5. Арзан түрлері керек адамға. Мынау 11200, мынау 3/5 алдындағы. Мынау да 9300. 2014 2/5 SE комплектация, люк жоқ. Анаған қарағанда тазалау сияқты, бірақ. Осылай 8300, 8300 мынау қызылда. 50-ліктердің бағалары міне шамамен. Мына аппақ 4 рунерді қараңыздар, өте керемет болып тұр екен, түсірмеуге болмайды. TRD Off-Road дейді. Толық іші мат екен, орындықтары. Бағасын көрсете кетейін. 29 мың доллар, 18 жылғы 4-тік көлеммен. 51 мың миль жүрген. Әдемі екен, дөңгелектері де, мінетіндері. 4 рунер. Сиена қып қызыл екен. 14500 доллар дейді. 3/5 13 жылғы Сиена. Іші толықтай кожа кәдімгідей. Күшті екен, аппақ ашық түс. Комплектация қарай қалай екен. XL. Кәм қып қызыл типтегі жанып тұр ғой, әп-әдемі. Күнге шағылсын. Бүйтіп қоясын. Лайктарыңызды аямаңыздар, достар. Лайк. Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, сосын көптеген қызықты контенттер шығады. Және стористен алыстамаңыздар, барлық нәрсені көрсетіп жатырмыз стористе. Қалай оформление, қалай жіберіп жатырмыз. Прямой болады, сондықтан стористен алыстамай стористе болыңыздар. Достар, мына бір Хайландерлерді бір түсіріп кетейін бағаларын. Мынау 20 мың доллар, 20 мың доллар, 14 жылғы 3/5. Жалпы бағаларын білейін деп едім деген жігіттер, қыздар болса, мінекей. Мынаның комплектациясы қалай екен? SE сияқты. Сырты кожа, ортасы мата орындықтарын. А жоқ, еле екен. 4 дөңгелекті бет, еле. Қазір оның ар жағындағысын түсіріп кетейін. Мынау көк түс. Бұны да көре кетейік қазір. 19800 доллар, 14 жылғы, бұл да 3/5 Хайландер. Ортасында Lexus тұр екен, гибрид па деймі? 450H, 3/5, 13 жылғы 17500 доллар. Іші қоңыр кожа орындықтары. Міне тағы бір Хайландер тұр. 29500 доллар. 18 жылғы. 3/5 керемет, Хайландерлар. Іші толықтай кожа.
ашық түс. Подогрев сиденье, алдыңғы орындықтар, XL комплектация. Ал мына төрт рунер достар, мінеки алдыңғы бронопленкасымен тұр. Алдынан соққы алмаған. 35 мың доллар 21 жылғы, жалпы 20 жылғы. 20-ның аяғында шығады, 21 деп. 20-ның аяғында шығады, 21 деп жазылады. Негізінде құжат бойынша 20 жылғы. 4 көлем. SR5 деген. 35 мың доллар екен достар. Іші толықтай былғары. Подогрев сиденье бәрі бар. Керемет, жақсы көреді негізі бұл көлікті де, қазекеңдер. Сұранысқа ие. 2016-ның RAV4 көлеңкеде тұр екен, әдейі. 15500. 16 жылғы 2.5 52 мың миль жүрген. Комплектация простой сияқты. Или комплектация. Не бағасы осындай әрине. Простой комплектация болғасын 15500 доллар. Ал мына 18 алдыңғы несімен бірге тұр, қара. Алдынан соққы алмаған демек. 20800 дейді. Люк бар тоже қара. Фарлары әдемі орнында тұр бәрі. 2018 жылғы 20800. Есе комплектация бұл да. Әрине, әр түрлі баға. Бір баға айта алмаймыз, жетпістіктер мынандай деген сияқты. Жағдайына қарай барлығы өзгереді. Комплектациясына мейлі қанша жүрді. Корпустар. Ал енді мына жерде 50-лік тұр, 70-лік тұр, 55-лік тұр, барлығын бір шеттен көрсетіп кетейін бағаларын. Мына 70-лік 19 жылғы екен, 17500. 2.5. Қазір қандай екен комплектация? Есе 19, бірақ бағасы арзан, 17500. Ал 50-лік тұр 10300. Без растамушка. 14 жылғы. Бұл да есе комплектация, люк бар, 2.5 көлеммен. Мына жерде 70-лік 26500. 2018 алтынан соққы алмаған көрініп тұрмына. Бронопленкасы тұр. Бағасы қымбат, люк бар, панорама криша. XSE комплектация. 3.5 екен ғой көлемі. 26500. Іші міне қызыл салон. Орындықтары қызыл. Спорт пакет деген сияқты ғой. XSE комплектация. Панорама криша. Ал енді мына жақта Avalon тұр. Avalon да сұрап жүреді осы мінеки. Жақсы болған қараш, алдымнан шыққан. 21 мың доллар. Гибрид. Avalon. 17 жылғы 2.5. Люк бар. Іші әдемі көріп тұрсыз ба? Сары кожа. Подогрев сиденье, обдув сиденье бәрі бар. Комплектация әдемі. Avalon Limited комплектация. Гибрид. Бағасын көрдіңіздер ғой. Ал мына жақта SE 60-лық тұр, 55-лік. Американдық нұсқа. 12500 дейді. 17 жылғы 2.5. Люк бар. SE орташа комплектация ғой. Көрдіңіздер ма достар? Бағаларын шамамен. Ал міне қара 70-лік. Фарлары терлеп тұр екен. Мына жағда сондай. 18 жылғы. Люк бар, 18500 дейді. 2.5. SE комплектация. 70-лік сұрап жатқандар да көп әрине. Осындай бағасы, тағы да түсірем басқалар. Ал мынау растамошкамен тұр. Бұның бағасы 10500.
2.5 15 жылғы. Или ашық кәдімгі сары. Или комплектация. Іштері мынандай ашық сары түс. Жауып тастапты күн түспесін деп. Әртүрлі бағалар көрдіңіздер ғой, жағдайына қарай. Ал енді қараңыздар, мынау гибрид. Бұл да 55-тік, $9,700. 2015. Қараңыздар міне. 9.700 осы жердегі растамыш жасалмаған түрі. Ал енді қараңыздар, мына 55-тіктің бағасы 11.800. 2015 жылы төмен. 2.5 есе комплектация, бірақ жағдайы жақсы болу керек, жаңағы аққа қарағанда. Пробегіне қарай деген сияқты. Бағалары өзгереді. Есе комплектация. Әрине жалтырап тұр. Осының біреуін міне алсаңыздар, біраз мінестер аман болсаңыз. Жеткіліп беру жаңа қалай болады десеңіз, үстіне $2,600 жетеді. Toyota 4 Runner деген 2008 жылғы ескілері. $14,000. 4-тік 2008. Кеше осындай алдық, 2006. Қанша қалды? $11,000 ба, $12,000 шықты. Осы жердегі бағасы. Әдемі екен мынау. Бұлар енді ескілері көп болмайды, мынау. Бір экземпляр тұр екен, мына жерде әдемі болып. Бағасы осындай, мультируль, іштері мата, орындықтары. Автомат коробка. 4-тік Pradолардың моторлары ғой бәрі, мықты. Ал достар, мына 50-лікті қараңыздар, XL комплектация. Өте керемет жағдайда екен, үстін барлығын тексердім, ешқандай шпаклевка жоқ. Капот көтеріліп кеткен негізінде, историясында. Бірақ қатты қорқынышты нәрсе жоқ. Люк бар, подогрев бар. 13 жылға. Пробегті қараңыздар, пробег. 32.000 миль жүрген, 9.700 без растамушек. Хороший, свежий. Главное, миру. Үстінде сызығымен тұр оны. Дым шпаклевка жоқ, әдемі көлік. XL. Іші ақ кожа. Сәл қымбаттау. Бірақ несіне қарамай алам дейтіндер болса, бағасына жіберуге болады осы. 10.700 Вт, оның үстіне 2.600 қоссаңыздар Ақтауға барады. Мына полик, дерсік полик. Полигінің өз дерсік. Титанксы қандай екен. Кәм европейстің несі тұр ғой? Титанксы. Климат іші бар. Климат іші. Күш старт. 32.000 жүрген. Базар жоқ, на 50-лік. 10.700 достар, үстіне 2.600 қосын есептен керек болса осын алып беріп жібереміз. Срочно. Еще дерево мынандай жоқ вообще көп жерде. Ерекше көне. Көбіне серебристый болады ғой. Қазір жүрсін қараймыз. Кеттік тәке айдап көреміз. Так, міне бастық. Тұр дейсің ғой, Просто жер жетпей қалады да бізде басуға. Дәкең водила. Базар жоға жігіттер, базар жоқ. Ходовкасы бәрі зымбылка. 32.000 миль деген мынау ерунда ғой, Тойотаға деген, жүрмеген деген сөз ғой. Іштерді қарашы қандай богатый екен. Мына бір не жоқ екен, лепесток жоқ екен да несі. Лепесток жоқ, эле ғой. Типа XL. Не керек ол автоматта айтесің. Қалай жүрсің? Нормально жүрсің. Ходовка бәрі зыңдайсың. Рульдерді қара кәдімгі тап-таза ғой. Осылай жігіттер. $10.700. Міне 2021-дің RAV4-і алдарыңызда.
дөңгелектеріне дейін жалтыратып қойған екен. Мына Винкоты $23,000 дейді. 6500 миль жүрген екен. 2.5 21 жылғы деп жазып қойыпты. Винкотын қарасаңыздар болады. Іші мата екен, ақшыл. Әдемі екен. Винкотын бірақ бір қараңыздар өздеріңіз. RAV4 XL комплектация. Люк бар ма? Люк жоқ бірақ. XL емес, L сияқты ғой. RAV4 21 жылғы. Бұлар енді 23 болса 24,500-ге Ақтауға жетеді. Растаможкасы бәрі 2 миллионнан ар жақта болады жар. Болып тұр қазір. Сиена, 3-5 Сиена. Не болса да алып кетем деп тұр ғой. Қаяққа болса да апарам деп. Арт қайдаш? 17 жылғы жігіттер мынау. Жылқып тұр машина. Мата салон. Задний бар. Әдем камерасы бар. Артқа жүреді екен, камерасы бар екен. Еще этот боковой зеркало. Подогрев боковой зеркало. Бірақ әнімі жоқ. Денесі үлкен болса да жүреді. Қартып тұр кәдімгі. Уф, нормально жүреді ғой? Нормально жүреді. Айып тұр ғой. Тәкең машина басуға жақсы әйтеуір. Отырып алып баса береді. Так. Басуға көрсетіп тексетін кезде тәкең емір дейді. Ал кеттік. Аяғы дейді. Toyota Avalon түрін қараңызшы еді дерсік. Соңғы модельде парктроник барлығы бар. Әдемі екен. $37,000 дейді мына жердегі бағасы. ТРді. Люк бар, іші кожа салон. Бірақ историясын қараңыздар, қазір көрсетем. Винкот. Так, сүртіп көрсетейін сіздер үшін. Үлкен монитор, жоғарда мультируль, полный электропакет, подогрев сиденья. Кожаный салон толықтай. Үстінде люк бар. Қазір Винкот көрсетейін. Винкотын көріп шошып кетпеңіздер. $37,000, 24,000 миль жүрген 3.5, 19 жылғы. Дәулет брат жүр. Әдейім Avalon екен, ә? Avalon ба? Иә, ТРді дейді. Бәрін айырат сияқты жарысатын болсаң. Бесключевой доступ. Дерзкий Avalon. 19 жылғы. Ал достар, енді бағаларын тамашалап көріп шыққан болсаңыздар, қалай екен бағаларын комментарияға жазып кетіңіздер. Әрине Қазақстанға қарағанда бірнеше есе арзан. Сол жақтан көліктер жеткізіп береміз. Әрине бұл енді официальный жұмыс жасаймыз біздер. Транзитпен сіздің өзіңіздің атыңызға қазақ нөмірі жасап аласыздар. Енді Алматыға дейін $2,000 көліктеріңіз жетеді. Сол Грузиядағы бағаның үстіне. Ал Ақтауға дейін $1,600 мен көліктеріңіз Ақтауға жетеді. Ал оның ар жағында енді растаможкасын жасап аласыздар. Оның 3 миллион, 2,5 миллион соның бағада шығады. Осы жақтағы толық төлейтін суммаларыңыз. Ал Қазақстанға тіркелетін көліктер 2016-дан бастайды 22-ге дейін. 7 жылғы көліктер ғой. Сол көліктерді тапсырыс беріп алдыра аласыздар достар. Ендеше бізбен болыңыздар бірге. Каналға лайктарыңызды аямаңыздар.